сәлеметсіз бе апай? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? WhatsApp-ай. Сәлеметсіз апа, Сәлеметсіз. жақсы, өзіңіз қалайсыз? Сәлеметсіздер ме? Жақсымын. Көп рахмет. Кешірім сұраймын, кеше зачет аламын деп едім. Кешегі күнім толық больницада өтті. Шыны керек. Бәрі таза, бірақ почему-то ауырып жатырмын, әлі түсінбей жатырмын. Енді бүгін бізде қазақ тілі мен әдебиет болады. Қазақ тілінен сөйлесем бойынша практикалық сабақ жасаймыз 1 сағат. Әдебиеттен 11 сыныптың соңғы өлеңдері бар бізде. Белгілі бір ақын жазушылардың. Сол тақырыптарға тоқталатын боламыз. Кішкене жинақталыңыздар. Сосын сабақты бастайық, иә. Біз сіздермен жалпы фонетиканы, лексиканы, сөз жасамды аяқтадық. Одан бөлек жаңалық бүгін 12-де біздің былтырғы түлектердің грант конкурсының нәтижесі шығады. Кеттік, бастай берейік, иә. Жалпы сөйлесем саласы бойынша кімде қандай сұрақ бар? Бірінші сол нәрседен бастайық. Бүгін практикалық сабақ. Бірінші сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен мына нәрсені түсінбедім дейтіндей сұрақ болса, бірінші соны қойыңыздар. Түсінікті болса, бірден практикаға өтейік. Әсіресе алдыңғы сабақ кішкене түспей отырған, кейбір сұрақтарға жауап бере алмай отырған қыздар бар. Не түсініксіз сіздерге? Апай, қайталама қос сөз деген бар ғой, мен соны түсінбедім. Қайталама қос сөз, қараңызшы. Қараңыздар, иә? Белгілі бір іс-әрекет, иә? Былай айтайықшы. Сіз, мысалы, былай ойлайық, баскетбол ойнап жатырсыз деп ойлайық, сіз баскетболда ойнап жатқан кезде допты анау клубқа саласыз, иә? Содан кейін айтады ғой, сізге мына неңді қайтадан қайталашы деген кезде, сіз барып тура дәл солай не істеуге, жаңағы допты түсіруге тырысасыз. Қайталау деген осы. Элементарный, сіз бірдеңе жазасыз, бір нәрсені бір әдемі қылып жазып қоясыз. Сонда айтады, натура осылай қайталап жазып берші деп. Немесе қайталау, иә? Сабақты қайталау деген нәрсе болады. Не? Ол бұрын қалай оқыдыңыз, дәл сол қалыпта сабақты қайталап оқисыз. Немесе қайталау деген нәрсені алайық, тағы да бір мынандай нәрсе бар қыздардың арасында. Ана қыз менен қайталайды деп. Киген киіміңіз, яғни сіз қандай киім киесіз, бір қыз сізге қарайды, шынымен дәл сіз секілді айнытпай келуші сондай киім киіп береді, мен қайталау. Копия, көшірме деген нәрсе бар ғой, ол да қайталау. Яғни мынаны түсініңіздер, қос сөз ол дефис арқылы жазылады. Оның қайталама немесе қосарлама екенін қалай түсінемін десеңіздер, қайталау. Яғни дәл, мысалы сіз қараңызшы, мына кітапты аламын да, мен қазір анау сканер деген нәрсе бар, копия деген нәрсе бар, білесіздер ғой, көшірме. Көшірмемен қайталау бір нәрсе. Мен мынаны көшіретін болсам, дәл мен не көшірдім, сол нәрсені маған қайталап ақпаратқа шығарып береді ғой. Міне. Яғни белгілі бір, мысалы, ол жерде екі нәрсе, дефиске дейінгі нәрсе бар, дефистен кейінгі нәрсе бар. Яғни дефиске дейінгі нәрсені дефистен кейін де қайталайды. Мысалы, қараңыз, ата, ана. Ата деген алғашқы сөз, екіншіде қайталанып тұр ма? Жоқ, екіншіде мүлдем ана деген жаңа мағыналы сөз. Тәлім, тәрбие. Тәлім, жазылуына мән беріңіз. Дәл сол қалыпта. Тәлім, тәліме деп тұрған жоқ. Тәлім, екіншісі тәрбие деген жаңа сөз. Міне осы нәрсеге мән бересіздер. Қайталау, копия жасау, көшіру деген бір нәрсе. Сонда қайталауға қос сөзде ең басты ескеретін нәрселеріңіз дефис арқылы жасалады, кез келген қос сөз. Бірақ қайталама қос сөздің басты ерекшелігі белгілі бір анау дефиске дейінгі сөзді дефистен кейін де қайталау. Ол қалай нәрсе? Мысалы, сіз қараңыз, дефиске дейін мынандай сөз жазасыз. Бірте деген. Сіз мына жерге екіде деп, екіде деген сияқты мысал жасаңыз, мынау қайталауға жатпайды, өйткені бірте деген бөлек нәрсе, екіде деген бөлек нәрсе. Ал егер мен бірте үйреніп келемін деген сияқты бір сөйлем болса, міне, қараңыз, дефиске дейінгі нәрсе бірте, дефистен кейінгі нәрсе бірте, қайталау. Бірақ дәл үтір нүктесіне дейін емес, мына жерде қараңыздар, бір-біріне деген болады. Бір-біріне.
Қайталау болды. Неге? Ойлайтын шығарсыздар, бір деп тұрған жоқ қой, апай, бұл қайталау емес деп. Жоқ, маңызды бұл жерде түбір. Бір деген түбір, мынау жерде де қайталанып тұр екен. Қайталау деген осы нәрсе. Қайталау деген осы нәрсе. Мысалы, жарқ жұрқ, ой, ана жерде А, ана жерде О деп айтатын шығарсыздар, бірақ негізгі түбір бұл жерде не істеп тұр? Негізгі түбір бұл жерде қайталанып тұр. Айырмашылық тек қана бір ғана дыбыста. Енді мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Жарық жұрқ, анда-санда, немесе етмет, ақпай, мына жерде барлығында бір ғана дыбыста айырмашылық қой. Неге барлығы бірдей? Мынау анда-санда да қайталап тұрған, мына жерде қосылып тұрған С дыбысы ғана ғой деулеріңіз мүмкін. Бірақ біліңіздер, анда-санда екі сөзінде де мағына болмайды. Осы себепті де қосарлама болады. Маңызды нәрсе не? Маңызды нәрсе көп оқушы қайталау дейді жаттап, анда-санда бітті ғой, бір түбір қайталанып тұр деп. Осы жерде неге мән бересіздер? Осы жерде бұлардың қолданысына мән бересіздер. Жазылуы бірдей. Мысалы, жарқ жұрқ, етмет, алдында да осыған мысал келтірген. Одан кейін анда-санда мына үшеуінде ұқсастық бар. Айырмашылық мына жердегі О деген дыбыста, айырмашылық мына жердегі М деген дыбыстың қосылуы, мына жерде мына екеуі қайталама, ал мынау қосарлама. Неге мынау жалғыз өзі қосарлама болып қалды деген сұрақ туындауы мүмкін. Қараңыздаршы, жарқ жұрқ етті десе де, мысалы, жарқ жұрқ етті. Бір нәрсенің, мысалы, далада бір шам ілініп тұруы мүмкін, сол шамның жарқ жұрқ етуі. Яғни жанып өшіп әртүрлі. Ал енді қараңыз, осыны жұрқ дегенін алып тастасаңызда, жарқ ету. Дәл мағына қалады, әу бастағы мағына қалады. Мүлдем өзгеріп, мағына бермей кетпейді, сол жарқылдап, анау өшіп жанып тұрғанды көрсетеді бәрібір. Ет-мет сатып алдым десеңіз, қараңыз, енді осы жердегі мет дегенді алып тастасаңыз, ет сатып алдым. Әу бастағы сіздің берген мағынаңыз сақталып қалады. Бұл екеуі қайталама болады. Ал неге анда-санда қосарлама? Қараңыз, бұлар қосақталып жүрмесе, толықтай бір мағынада жұмсала алмайды. Яғни біреуінсіз, біреуі әу бастағы мағынаны бере алмайды. Анда-санда келемін. Яғни сіздің әр кезде бір келетіңізді көрсетіп тұр. Мүмкін ертең келесіз, мүмкін арғы күні келесіз, әртүрлі өзіңізші анда-санда аптасына бір арасында келіп тұрамын деген секілді. Ал енді осы жердегі санда деген екінші сыңарын алып тастаңыз, анда келемін деген сіздің әу бастағы әр кезде келіп тұрамын деген мағынаңызды бермейді. Мынау жарқ етті, ет сатып алдым деген қос сөздердің бірінші сыңарларының мағынасы сақталып қалды, көрдіңіздер. Яғни екінші сыңарсызда олар әу бастағыны мағынаны сақтай алды. Ал анда-санда келемін. Ығы-жығы халық деген секілді қосарлама қос сөз болатын, анау қос сөздің екі сыңары бір-бірінсіз толық мағынаны бере алмайды. Бір-бірінсіз толық мағынаны бере алмайды. Түсінді ма? Бас айырмашылық осында. Қайталау деген нәрсе тұр. Яғни, сіз мысалы айтасыз ғой, бір нәрсе не істейді, мысалы, бір өлеңді мен бүйтіп оқимын да, мысалы, или белгілі бір нені, мысалы, жігітіңде мін жоқ, қалтасында дым жоқ, осыны қайталаңызшы десем, сіз дәл мен қалай айттым, солай қайталап бересіз. Міне қайталау деген осы нәрсе. Қайталау деген осы нәрсе. Яғни қосарлама мен қайталаманы біз қалай ажыратамыз деген осындай сұрақ туындайтын болса, қайталау, копия, яғни дәлме-дәл сол қалыпта көшіру. Ойлайтын шығарсыздар, мына жерде мындай емес қой, мына жерде мынау бүйтіп тұр ғой деген секілді. Бірақ мән берсеңіздер, қосарлама әртүрлі мағынада қолданылатын сөздер. Яғни олар бір-бірінің мағынасы толықтырады. Түсінікті ма? Иә, түсіндім. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Апай, сондай-ақ деген қосарлама қос сөз жерде ма? Жоқ, ақ деген ол шылау, ол деген қараңыздар. Дефис деген, қос сөз деген екі толық мағынасы бар сөздің қосарлануы. Сондай деген сөзде мағына бар, бірақ ақ деген мағына бар ма? Жоқ. Ақ деген, жоқ, ол ақ шылау. Ол дефис қойылады, қараңыз, егер мысалы мынандай жағдайда болуы мүмкін. Бірақ деген емес, мысалы, қайсысын алсақ болады? 2Г деп, мысалы, 2Г, мына екеуінің ортасында дефис бар, мына екеуі қос сөз деп айта алмаймыз. Мынау жалғау. Яғни қыздар, мынандай жағдай болады. Мынандай жағдай болады. Қос сөз болу үшін екі сыңарында да толық мағына болу керек.
Ол деген шылау, белгілі бір жалғау болмайды. Сондай-ақ, немесе бір ақ деген кейбір жағдайда болады, немесе келеді-ау деген, мысалы, қараңыздаршы, келеді-ау, келіпті-мыс деген бар, иә? Келіпті-мыс деген бар. Міне осы нәрсенің барлығына қарайтын болсаңыздар, ау, мыс дегендер олар шылау. Ол шылауда мүлдем мағына болмайды. Мына сөздерде анда-санда дегендерде біріккен кезде мағына бар ғой. Ал ау, мыс деген шылаулар ол толық мағынасы жоқ, ешқандай сөйлемде жаңағы қызмет атқара алмайтын, оларға сұрақ қойылмайтын сөздер. Түсінікті ма? Оны енді шылауға келген кезде, өткен кезде түсінесіздер. Иә, түсінікті. Апай, сұрақ қойсам болады ма? Иә. Осы тіркескен сөз бен сөз тіркесін қалай оңай тез ажыратуға болады? Екеуін ажырата алмай қаламын. Сөз тіркесі мен Тіркескен сөз. тіркескен сөз бе? Тіркескен сөз. Қараңыздар. Екеуіндегі ұқсастық, жалпы тұрақты сөз тіркесі де бар бұл жерде ше. Жалпы сөз тіркесі дегенге келген кезде, бізде жалпы тіркес деген нәрсені алайық, жалпылама тіркес деген нәрсе бар. Тіркес деген нәрсе бірінші жүктеледі, тұрақты сөз тіркесі болады. Тұрақты сөз тіркесі деп қысқартып алсақ, ТСТ дейді. Одан кейін тіркескен сөз деген бар, күрделі сөздің ішіндегі, иә, тіркескен сөз деген бар. Одан кейін ең соңғысы сөз тіркесі. Енді бұларда қандай айырмашылық бар? Ең бірінші сол нәрселерден бастайық. Мына тұрақты сөз тіркесі ол түсінікті, иә, сіздерге. Яғни бүтіндей бірнеше сөздің тіркесу арқылы бір сол сөздер тіркеседі да жалпылама ортақ бір мағына береді. Ол жерде тұрақты сөз тіркестерін жаттамды күйде жаттап ала аласыздар. Ит арқасы қиянда, қыздың жиған жүгіндей, тағы не, сүт пісірім уақыт деген сияқты, ол жерде көп, оларды емін-еркін. Енді көп оқушының шатастыратын тіркескен сөз бен сөз тіркесі. Енді бұл жерде қандай? Тіркескен сөздің де сөз тіркесінің құрамында толық мағынасы бар. Кемі екі сөзден тұрады. Ұқсастық осы. Кемі екі сөзден тұрады. Кемі екі сөзден тұрады. Енді қараңыздар. Тіркескен сөздегі әрбір тіркесетін сөз бір сөз табынан болады. Бір сөз табынан болады. Тіркесетін сөз. Және олар бір ғана сұраққа жауап береді. Сіздер ол әрбір сөзге, яғни тіркесіп тұрған тіркеске жеке-жеке сұрақ қоймайсыздар. Ол қалай, мысалы, 17 десеңіз. Мына жерге сіз битпейсіз. 10 қанша? 7 не? Қанша? Бай сұрақ қоймайсыз. Осы екі сан есім тіркесіп күрделі сөзге жатады, бір ғана сұраққа жауап береді. Я болмаса, қараңыздар. Ауыл шаруашылығы. Иә? Шаруашылық дегенде не? Зат есім, иә? Ауыл дегенде не? Зат есім. Енді қараңыз. Не ауыл, не шаруашылығы демейсіздер. Ауыл шаруашылығымен айналысты десе, ол немен айналысты? Дей саласыз. Немен? Ол айналысып жатқан дүние не? Дейсіз, бітті. Яғни бұл жерде тіркескен сөздегі әрбір сол сөз тіркесін құраушы мүше бір сөз табынан болады да, олар айналып келгенде бірақ сұраққа жауап береді. Сөз тіркесінде олай емес. Сөз тіркесінде мысалы қараңыз, аласыз, иә? Сөз тіркесінде қызыл орамал. Сіз бұлар екеуіне, мына қызыл орамал деген тіркестегі сөзге, қызыл орамал деген сөздегі тіркеске, екеуіне бірдей қандай деген сұрақты қоя алмайсыз. Екеуіне бірдей немесе не деген сұрақты қоя алмайсыз. Не қызыл орамал демейсіз. Не орамал, ол орамалдың түсі бар, қандай екенін көрсетіп тұратын қызыл деген. Көрдіңіз ба? Я болмаса, мектептен келді. Бұл да бізде сөз тіркесі. Мектептен келді. Қараңыз, иә? Не істеді? Келді. Қайдан келді? Немесе қайдан деген сұрақты жалпылама общий қоя алмайсыз. Ал мысалы қараңыз, бұл жерде дәл сол секілді келе жатыр дегенді алайық, иә? Не істеді демейсіз, екеуіне ортақ не істеді? Ол келе жатыр, бітті. Бір ғана сұрақты қоя аласыз. Яғни тіркескен сөз бен сөз тіркесінің басты айырмашылығы екеуі де толық мағыналы, ең кемі екі сөзден тұратын ол белгілі. Бірақ тіркескен сөздегі жаңағы толық мағыналы екі сөз, үш сөз, төрт сөз болуы мүмкін, бір ғана сұраққа жауап береді.
Ал сөз тіркесінің әрбір мүшесі жеке сұраққа жауап беріп, сөйлемде жеке қызмет атқарады. Мысалы қараңыз, мен мыналардың барлығын араластырамын да сөз тіркесімен тіркескен сөзді араластыра отырып сөйлем құраймын. Қараңыз, ол 17 қызыл орамал сатып алды деймін. Орамал деген қанша жаздым ба? Сатып алды. Қараңыздар, дәл осы жерде мән бере салыңыздар. Ол деген жай ғана дара сөз, бұл жерде енді ол тіркеске мән бермей қойып, жалпылама. 17, міне, тіркескен сөз. Қызыл орамал дегенді ала саламыз. Қызыл орамал. Ол бізде не? Ол бізде сөз тіркесі. Сатып алды, тіркескен сөз. Енді қараңыздар, осы жерде бір нәрсе айтайын. Мына бізде сөз тіркесінде бағыныңқы, басыңқы сыңар деген болады. Яғни әрбір сыңар. Бағыныңқы, біріншісі бағынады, екіншісі басыңқы, негізгісі басыңқы. Яғни сіздің көз алдыңызда, мысалы қараңызшы, мен қызыл көйлек деп айтсам, сіздің алдыңызға көйлек елестейді ғой, бірінші нәрсе ол басыңқы нәрсе, негізгі нәрсе көйлек. Ал қызыл оның жай ғана түсі. Мысалы қызыл көйлек десем, сіздің көзіңізде қызыл түс қана елестеп, көйлек елестемей қоймайды, ол бірінші көйлек елестейді. Оның түсі өзгереді. Сонда сөз тіркесте бағыныңқы, басыңқы сыңар деген болады, мына бағыныңқы сыңар жеке сұраққа, басыңқы сыңар жеке сұраққа жауап береді. Мына тіркескен сөз осы сөз тіркесінің бір сыңар бола алады. Ол қалай? Ол қалай? Мысалы, жаңа келе жатыр деген ол бізде тіркескен сөз дедік. Бұл сөз тіркесінің бір сыңары бола алады. Мектептен келе жатыр десек, бұл сөз тіркесі болады. Көрдіңіздер ме? Мына тіркескен сөз келе жатыр деген сөз тіркесінің бір сыңары бола алды. Енді қараңыздар, қазір сіздер сөз тіркесін бір қатты түсінбейсіздер. Сол себепті де бұл екеуінің айырмашылығын қатты бір түсініп кетулеріңіз қиынға соғады. Өйткені мына жерде бізде сөз тіркесін мен қазір жалпылама әрбір мүшесі жеке сұраққа жауап береді деп қана айтып отырмын ғой. Оның бағыныңқы, басыңқы сыңары болады. Оған жеке арнайы 1 сағат бөлінеді. Алла қаласа енді морфологияны аяқтап тастасақ, бірден сол синтаксистік тіркестен бастаймыз, сөз тіркесінен. Сол кезде сөз тіркесін жақсылап түсініп алған кезде өздеріңіз автоматически айырмашылығын ойша кәдімгідей аудара алатын боласыздар. Яғни ойланып уже мынаған ұқсамайды екен, мына жерде мынандай сұраққа жауап береді екен деген секілді. Қазір мен бағыныңқы сыңарды қанша түсіндіргенмен де сіздерге ол нәрсе түсінікті болмауы мүмкін. Бастысы біліңіздер, тіркескен сөз бір ғана сұраққа жауап береді, сөз тіркесіндегі әрбір сөз жеке сұраққа жауап береді. Тіркескен сөз тіркесінің белгілі бір сыңары бола алады. Ол жерде бірнеше сыңар болуы мүмкін, енді оны сабаққа барған кезде жақсылап түсінбесек, қазір ол нәрсе бірден түсінікті болып кетпейді сіздерге. Так, кімде қандай сұрақ бар? Кімде қандай сұрақ бар? Қыздар, күтіп отырмын. Қарақат, Шахназ, Дилназ. Жақсы, ендеше 22 кетті, 25-ке дейін уақыт беремін. Барлығымыз видео қосайықшы. Дара сөз бен күрделі сөзді бір түсіндіріп беріңізші дейді. Дара сөз деген бір ғана түбірден тұрады, мысалы келді. Ал күрделі сөз деген келе жатыр деген екі түбірден тұрады. Яғни кел, жат деген екі етістік тұр ғой, міне кел, жат. Осы екі етістіктен жасалып бір ғана сұраққа жауап береді.
Баяғы 3-4 қыз бар әйтеуір видеосын қосып қойып отыратын. Қыздар бәріміз қосамыз. 1 минуттарыңыз бар. Қасқаз апай. Апай, мен қазір шығып қайтадан кірейін. Камераға доступ қоспаппын. Жақсы. Ал кеттік. Енді мына нәрседен бастайық, Үйге қандай практикалық тапсырма берілді? Иә. Тәуелдік, жіктік жалғау сосын жаңағыдай блогерлердің несінен жаңағыдай қателерді табу деп едіңіз ғой апай. Кім қанша қате тапты? Қазір көрейін. Иә. Кім қандай қате тапты? Инстаграмда отырсыздар ғой. Қате көп тапқан шығарсыздар. Айнира. Қарақатты мен бүгін неше рет көріп тұрмын ба? Ақжайық, сіз неге қоспаймыз? Апай, Ау. қаншама мүмкіндіктер деген кезде, жаңа мүмкіндіктер дегендегі тер деген жаңа көптік жалғау жалған болу керек қой. Өйткені Қаншама деп, осыншама қаншама. Иә, оның алдында да оның көп екенін көрсетім, қаншама деген сөз тұр. Оған ары қарай тер дегенді жалғаудың ешқандай қажеті жоқ. Жақсы. Сосын тағы айтайын. Құрмандар деген бар апай. Ашшы дегенде бар емес па? Кәдімгі шыны қолдан қойған. Ашшы дегенде ше. Ч қолданбай, негізгі шыны қолданған. Сосын қайырлы барлығыңызға болу керек қой. Қайырлы таң бәріне деп қойған. Не дегенде болады? Ода көптік жалғау жоқ қой. Иә, бәрлеріңізге десе, барлықтарыңызға десе, онда қате болады. Апай, сансыз мадақтар деген кезде мадақ болу керек қой. Сансыз деп өзі айтып тұрғаннан кейін. Сансыз мадақ. Я, өйткені ол сансыз, яғни сансыз деген ұғым жоқ, бірақ көп екенін көрсетіп тұр да ол жерде. Апай, сосын мияқта көптеген қиындықтар деп, ол тоже көптеген қиындық болады ғой, Көптеген қиындық, яғни көп екенін оның алдындағы сөз көрсетіп тұр. Оған көптік жалғаудың ешқандай қажеті жоқ. Жақсы. Апай, мысалы, біршама айфондар дейді ғой, біршама айфондар ойнатып жатты деген секілді сол. Иә. Бір шаманың өзі көптік ұғым. Жақсы. Сосын апай, сезім ғой ол, яғни өзінің несін көрсетіп тұр, көңіл күйін. Қайталап жүріп және естілмей қалды. Үміт үзбеңіздер деген кезде ше. Шатам әлде. Жоқ, үзбеңіздер деген болады, ол етіске жалғанып тұр ғой. Қуаныштар деген сияқты емес, ол сезімнің өзіне жалғану керек. Сосын апай, беті жазып қойғанда шара құрастырамыз дейді. Ол жерде іс-шара деп болмайды ма? Қандай айырмашылығы жоқ. Негізінде шара ойластырамыз деген сияқты айту керек қой, ол дұрыс қолданбай тұрған шығар. Қана енді іс-шара деп қолдану керек еді, бірақ кейбір кезде қысқартылған форматта деп қана сөйтіп ала салған. Мысалы, анау не сияқты ғой? Тәлім тәрбие деген секілді ғой ол жерде. Іс-шара екеуі бірігіп ұғым көрсетіп тұр деген дүниеде, иә? Мысалы, тәлім тәрбиені тәрбие деп жеке ала аласыздар ғой, дәл сол секілді оны да жеке алуға болады. Яғни міндетті түрде
қос сөз түрінде ғана қолданылсын деген қатып қалған қағида жоқ. Мысалы, ата-ана деген сіздер ата-ана, мысалы, ананы жеке, атаны жеке қолданасыздар ғой. Дәл сол секілді. Бола береді ондай. Яғни мынандай ой туындамасын да сіздерде. Қос сөзді әрдайым бірге алу керек. Ол қос сөз жай сөздерден құралады ғой, дара сөздерден. Оларды дара күйінде де қолдануға мүмкіндік бар. Идея дегенге лар деген көпті жалғау жалғанады ма? Неге? Идея деген сөзге да. Мен идеямды жүзеге асырдым. Идеялар. Енді адамның басында идея деген нәрсе көп болуы мүмкін, бірақ ой деген шындап келгенде тек қана жалқы ұғымда. Яғни лар, лер деген арқылы емес, жеке қолданылу керек. Оған көптік жалғау жауабын қажет. Өзіңді шектеулерге тырыспа деген кезде, өзіңді деп айтып тұрғаннан кейін шектеуге болады ғой, Иә, өзіңді деп жеке адамға айтып тұр ғой, оны көпке айтып тұрған жоқ, шектеулерге емес, өзіңді шектеуге тырыспа. Болу керек. Қанша сөйлем беріп едім мен талдауға? Анау нема апай, жіктік жалғауды айтасыз? Кітаптан. Жалпы. Шығармадан. Жалпы сөйлесем талдауға қанша сөйлем бердім? Үшеу дедіңіз ғой басында. Әр кітаптан алып үш сөйлем дедіңіз ғой, болады. Жанерке бір сөйлем айтыңызшы. Жанерке бір сөйлем. Жарық айлы бүгінгі түн қаралы қанды түн болды. Жарық айлы. Бүгінгі түн қаралы қанды түн болды. Жақсы. Сосын Жоқ, апай мен айтайын ба? Иә, апай. сіз осы сөйлемге талдау жасайсыз. Жалпы апай сөйлем беріп жатсыз ба? Мына жерде мен Жанеркенің айтқан сөйлемін жаздым. Жарық айлы бүгінгі түн қаралы қанды түн болды. Жарық айлы деген, жарық деген, жар деген түбірі болады. Ық деген қосымша ма? Жарық өзі түбірсіз болмайды. Жарық түбір жар апай. Иә, жарық түбір болып қалады. Айлы дегендегі ай түбірі, л деген қалай? Түсініп қойыңыз, ай не? Айлы? Не? Жоқ, не? Айлы түн десеңіз, қандай түн дейсіз ғой? Қандай таулы деген секілді. Айлы. Апай, бұл жұрнақ болмай ма, Жұрнақ зат есімнен сын есім тудырып тұр ма? Иә, зат есімнен сын есім тудырып. Ай деген не еді? Айлы түн десеңіз, қандай түн дейсіз? Неден қандайға ауысты? Яғни зат есімнен сын есім тудырушы жұрнақ. Бүгін Түбірі бүгін болады. Г деген жұрнақ. Қандай күн? Қандай күн бүгінгі күн? зат есімнен сын есім. Бүгін деген зат есім ба не? Қандай түн? Жоқ, бүгін не деген бүгін? Қашан деген сұраққа жауап береді ол бүгін. Бүгін деген қашан деген сұраққа жауап береді ол істеу. Істеу. Түн түбірі болады. Үйлендіруші. Қаралы түбірі қара. Қара. Қаралы. Қаралы. Иә. Зат есімнен сын есім тудырушы жұрнақ болып тұрады. Қара деген, яғни не зат есімге жауап береді. Л қандай? Қаралы. Қара деген не? Зат есім ба не? Ой. Қара. Қараның Қандай? Сын есім. Үйлендіруші жұрнақ шығарады. Қаралы қандай? Қанды дегендегі д-ді табыс септігі болады. Жоқ. Қанды деген сұрақ қойыңызшы. Қанды дегенге сұрақ қойыңызшы. Табыс септігінің сұрағы қандай? Қандай? Иә. Қандай?
Нені деген сұрақты қойған жоқсыз сіз. Кімді нені деген сұрақ қойған жоқсыз. Мән беріңіздер. Мен алдында айтқам. ДДТ ол әрдайым табыс септігі болмайды дедім. Сұрақ қоясыздар дедім. Қандай, қанды. Сұрақ қоясыз. Қандай жұрнақ? Не қанды. Зачисленный сөздің тудырушы. Сөз тудырушы Иә. жұрнақ па? Қан деген не? Қанды десе қандай деген сұрақ қоясыздар. Зат есім сын есім тудырушы жұрнақ. Түн, түбір, не зат есім. Болды. Болды деген бол Түбір. жедел өткен шақ бола ма? Дәл жедел еткен. Болды. Аяулым мән береміз. Мән береміз. Әрбір нәрсеге қараңызшы, мысалы қанды дегенде де д тұр, болды дегенде де д тұр. Екеуінде біз табыс септігі дей салатын болсақ не болады? Мән берсеңіз сеге. Яғни сіз табыс септігі дедіңіз ба? Оған сенімдісіз ба? Жоқ, кішкене не орнап жатыр ма? Не істейсіз? Сұрақ қойып көріңіз. Өзіңізде кәдімгідей д деп табыс септігі деп айтып кеттіңіз ба? Яғни табыс септігіне ұқсамайтын секілді десеңіз сұрақ қойыңыз. Табыс септігі кімді, нені? Енді қанды дегенге нені деген сұрақ қойыңызшы. Қанды деген сұрақ қоя аласыз ба? Нені дегенді или кімді деген сұрақ қоя алмайсыз. Егер мына жерде Айжанды десе кімді деген сұрақ қоя алатын едіңіз. Кітапты десе нені деген сұрақты қоя алатын едіңіз. Бірақ қанды түн деп тұр. Қандай түн дейсіз. Осы нәрсенің барлығына баса назар аударамыз. Аяулым, бір сөйлем айтыңыз. Абай осыдан кейін сөзін әзілге айналдырды. Абай осыдан кейін сөзін Әзілге айналдырды. айналдырды. Нұрбақыт, Иә. мына сөйлеп талдаймыз. Абай кім түбір. Осыдан кейін. Тіркескен сөз болып кете ма? Тіркескен сөз? Маған тіркескен сөз керек емес. Маған дара сөз, күрделі сөз деген керек емес. Маған түбір, қосымша, жұрнақ, жалғап деген ажырап берсеңіз. Маған тіркескен сөз, дара сөз. Түбірі осы дан ден. Шығыс септіктің дан дені ма? Иә, шығыс септіктің жалғауы. Осыдан кейін түбір сөз. Сөз түбір не? Сөзі. Оның сөзі тәуелдіктің үшінші жағы. Оның сөзін. Сөзін. Бар септік пені. Бар септік па? Неге деген сұрақ қоясыз ба? Жаттап алмаңыздар, сұрақ қойыңыздар. Сөзін. Олар нені әзілге айналдырды? Сөзін. Я, нені деген сұрақ ненікі сонда? Қазір. Табыс септік. Әзілге, әзіліне түбір, қаге бар септік, айналдыр, айналды, айнал. Түбірі айнал болады ма? Айналдыр. Айнал. Айнал деп алайық. Бұйрық рай бола ма? Айнал жай ғана етістік деп ала беріңіз, төр қосымша. Бұйрық рай қажет емес, айнал. Айналды. Табыс септік. Жедел өткен шақ деген. Етті екен ғой. Иә, жедел өткен шақ. Айналдыр. Дыр, айнал түбір. Дыр не болады? Дыр. Айналдыр. Несте. Айналдыр.
Дыны алмаймыз да? Жақсы, дыны алмаймыз. Қыз деген бар, яғни біреуге істету, өзгелерге етсіз. Яғни сіз біреуге айтасыз, сіңіліңізге, немесе бір кішкентай сіңіліңіз айналдыршы дейсіз, сонда сіз оған айтасыз әрекетті. Орындайтын адам ол өзге адам болады. Сондықтан дыр деген өзгелік етістің жұрнағы. Ал енді ды деген не болады? Жедел өткен шақ па? Жедел өткен шақ болады. Өте жақсы. Ал, Нұрбақыт бір сөйле. Ол мақалаларын 11 ұлттардың тіліне жарық көрді. Ол мақалаларым Әзір. мақалаларым Мақалаларын. 11 ұлттардың Қайталаңызшы, естілмеді. ол мақалаларым 11 ұлттардың тіліне тәржімаланып жарық көрді. Қараңыз. Нұрбақыт, бұны қай неден алдыңыз? Айтыңызшы. Сахна саңлақтары. Жақсы, қараңыздар. 11 ұлттардың деді. Қараңыздар, өзі жанында 11 екенін көрсетіп тұр. Оған тар деген көптік жалғау жалғанбайды. 5 кітаптар деп айтпайсыздар ғой сіздер. Дәл сол секілді 11 ұлттың тіліне аударды дей салайық, осылай ала салайық. Осылай болады. 11 ұлттардың емес, 11 деген онсыз да оның көп екенін білдіретін сан тұр, оған көптік жалғау жалғамаймыз. Дариға, кеттік, мына сөйлемді қалдаймыз. Так, ол түбір, мақала түбір деп алсақ, я? Мақалалар. Иә. Нелердің мақалалардың? Ларда. Мақала. Мақалалардың лар. Апай, Иә. мақала деген түбірі болады да, лар деген көптік жалғау ғой. Көптік жалғау. Деген Қалдасын деп тәуелдік отырмын, жалғау. қатесін түзейсіздер. Дариға, қазір қалдасын, сосын қатесін түзейсіздер. Дариға, қараңыз. Ол табыс па? Тәуелдік жалғау. Табыс септігі. Жақсы. Жақсы, ау. Кеттік келесі нәрсеге. Он бізде түбір болса, бір тоже түбір болады. Ол түбір бізде тым ілік па? Нет? Ілік. Септік. Жақсы. Тіл бізде түбір болса, не, так. Так, табыс емес па? Табыс емес па? Тіліне дегенге сұрақ қойыңызшы, Дариға. Тіліне. Аударды дегеннен тіліне дегенге сұрақ қойыңызшы. Қыздар, сұрақты прямой сөзге емес, жанындағы сөз арқылы қойыңыздар. Тіліне. Неге? Нет. Неге аударды? Енді талдаңыз. Неге деген сұрақ бар септігін қойып тұрсыз. Енді бұл жерде қаке тұрған жоқ, сондықтан бұл тәуелді септеу. Яғни сөзге бірінші тәуелдік жалғау жалғанған. Одан кейін барып септік жалғау тұр. Тіл түбір, тілі оның тілі, тәуелдік жалғаудың үшінші жағы не бар септігі? Аударды. Аударды, так. Аудар түбірі болса, д бізде табыс тоже. Ойбай, табыс септігі. Табыс септігінің сұрағын атаңызшы, Дариға. Табыс септігінің. Кімнен екен ба? Апай, кімнен неге ма? Неде, то есть? Жоқ. Табыс септігі табады. Табыс септігі табады. Кімді нені? Ой. Енді қараңыз, аударды дегенге кімді нені деген сұрағыңызды қойыңызшы. Нені аударды?
Ой, Жоқ, ой. нені аударды, ол кітапты деген секілді алдындағы сөзге сұрақ қойып тұрсыз. Аударды дегенге нені А, мен аударды? Кімді Ой. аударды? Иә. Так, так. Дариға, Ау. қандай тапсырма орындадыңыз осы уақытқа дейін? Мен берген тапсырмалардың қайсысын орындадың? Қай сабаққа қатыстыңыз, қай сабаққа қатысқан жоқсыз, соны айтыңызшы. Қай сабақты қайталап көрдіңіз, көрмедіңіз? Мен алдыңғы сабақты көрдім, көптік жалғау бар ғой, соларды жалғау, соларды қайталап көрдім. Жақсы. Аха. Платформаға кіріп сабақты қайталап көрген адам бар ма? Мен кеше көрдім. Мен Кім көрді? ютубтан көрдім. Аха. YouTube ссылканы қайдан алдыңыздар? Апай, сіз Тапсырмамен бірге. алдыңғы тапсырманы берді. Үй жұмысын орындаған кезде мен соны қарап шықтым. Жеткіз жалғау сол жерге. Ой, қыздар, ай, қыздар. Дариға баста не істеп жүрсіз қазақ тіліне, соны айтыңызшы. Қай салаға барасыз? Қандай мамандыққа барасыз? Нақты. Білмеймін. Кім болғыңыз келеді? Мен әлі білмеймін, бірақ мұғалім или журналистикаға кетем ба, бірақ көп Жақсы. Ең мықты журналист қандай журналист білесіз ба? Қазір қатты бағаланатын. Айлығы да көп, журналистер ортасында өте мықты деп бағаланатын. Журналистер қандай журналистер? Білмеймін. Сауатты журналист. Сауатты журналистер. Сіздерге былай айтайыншы. Ой, журналистиканы қазір инстаграммен бәрімен таныстар ғой, журналистерді көріп жүрсіздер. Менің өзімнің кәдімгі әпкем, бір үйде тұратын, сондай әпкем журналист. 31 каналда істейді. Қазіргі кезде мен сол кісі арқылы білем, қалай журналист көріп жүрмін. Сіз сауатты болсаңыз ғана сұранысқа ие бола аласыз. Яғни сіз қанша пысық, тіліңіз пысық, барлығын әйтеуір істеп тастайсыз, кез келген жерге бара аласыз, кез келген мәселені. Бірақ сол дүниені, сол жасаған ісіңізді қағазға түсіру кезінде сауатсыз ба, сіз сұранысқа ие бола алмайсыз. Элементарный, мектепте айтайық. Мектепте екі мұғалім тұрса, мына апай жақсы біледі, мына апай топас деген әңгіме болады, иә? Жақсы білетін мұғалім қандай мұғалім? Жақсы білетін мұғалім кез келген уақытта оқушының сұрағына жауап беріп, кез келген уақытта ақпарат бере алу керек. Ойлайтын шығарсыздар, қыздар, мен 4 жыл оқимын, 4 жылда үйреніп аламын деп. Қазір сіздер университетке білім алмай бардыңыздар ма? Әйтеуір бір балды бейтіп, тупа жақсы алып кетіп, университетке түсіп 4 жыл грант оқып шығам, мен сол кезде бәрім жоқ. Қазір оқымасаңыздар университетте сіздерге ешкім оқы деп айтпайды. Қазір мектепте мұғалімдеріміз, оқысай, оқы, университетте оқисыз ба, оқымайсыз ба? Сабаққа қатыспайсыз ба? Пожалуйста дейді, 0 балыңызды қояды, сау болыңыз дейді, жібере береді. Ол жерде сізге ешкімнің жаны ашымайды. Мынандай оқушы бар еді ғой, мектебінде осылай оқып келіп 4 жыл білім алам деп келді ғой деп ешкім ойламайды. Оқисыз ба, өзіңіз үшін, оқымайсыз ба, сау болыңыз дейді, бітті. Сенсеңіздер, біз 2018 жылы түстік қой енді. 2020-да бізде орыс әдебиеті деген болды. Әлемдік деңгейдегі орыс әдебиеті. Кәдімгі орыс әдебиетінің ана Толстойлардың шығармасын бетіп былай оқыдық. Негізі қазақ тілі әдебиетінің маманымыз ғой енді біз. Бірақ бір пән ретінде. Сонда бізде 30 балл бір нелік шкала, 30 балдық шкаламен бізде 2 балл, 1 балмен кеткен қыздар болды. Ойлаңыздаршы, 7 апта жүріп, 1-2 балмен сөйтіп жазға қалды, жаздан оқи алмады, одан курстан курсқа қалды. Сөйтіп жүріп 2019-да бітіру керек қыздар 2022-де бізбен бітірді. Немесе бізбен 2022-де бітіру керек қыздар биыл бітіреді. Просто так ойлайсыздар, мен университетке барғанда біліп аламын. Бір минус тет, сіз университетке барғанда төмен балл аласыз. Сіздің дипломыңыз мүмкін көп деп жай қабылдай салар мектеп. Оқушылар тарапынан өте ұятқа қаласыздар. Өте ұятқа қаласыздар. Оған мен өзімнің группаластарымды дәлел етіп аламын. Ең бірінші күні сабақ басталған күні и деген дыбыс жуан ба, жіңішке ма деп жазған қыздар болған. Өте ұят нәрсе. Біздің ортамызда жарайды ғой, біз күлемізді, оқыдық қой дей саламыз, бірақ оқушылар өте төмен уже сізге деген несі қарым-қатынасы өте төмен болып кетеді.
сізді сыйлауы, басқасы деген секілді. Сондықтан қыздар, әзірден ақпарат беріліп жатыр. Мен мысалы деген осы жерде былай ойлайсыздар ғой деймін, ана қызға жеке сыбырлап айтады, ана қызға былай, бәріңізге бір ақпарат беріліп жатыр. Барынша түсіндіруге тырысып жатырмыз. Бірақ қараңыздар, ол түсіндіргенмен, бірақ сіздер практика жасамайтын болсаңыздар, ол нәрсе бәрібір түсініксіз болады. Сондықтан жұмыс істейміз. Өзіміз үшін жұмыс істейміз. Кез келген курсқа қатысыңыздар, курс ауыстырып көрсеңіздер де болады. Бәрібір сіздерге берілетін ақпарат осы. Жеке осы Қазақстандағы бүкіл онлайн курсты көріп шыққан маман ретінде айтайын. Мен кез келген курста да осы уақытқа дейін жұмыс істеп көргем, офлайнда да, Арыстаннан бөлек қаншама. Бәрімізде берілетін ақпарат біреу ғана. Сіз нәтижеге жетесіз, сіз оқу арқылы ғана. Оқу жылын бітірген кезде әрқайсыңыз әртүрлі бала боласыз, неге? Өйткені әрқайсыңыз әртүрлі деңгейде жұмыс жасайсыздар. Дариға, бір сөйлем айтыңызшы. Так. Қазір. Күрделеу ма или жай? Айтыңызшы уже, қандай сөйлем талдадыңыз өзіңіз? Сол сөйлеміңізді айтыңызшы. Ол менде күрделі емес. Жақсы, бола береді, айырмашылығы жоқ. Жай ғана талдауға алған сөйлеміңізді айтасаңыз. Қазір. Мен кітапты оқыдым. Жетір. Әлісіз, я. Кітап туралы. Айталаңызшы. Айталаңызшы. Мен кітапты оқыдым. Оқыдым жарайды. Шахназ, осындамыз ба? Сәлеметсіз бе апай? Иә, осындамын. Сәлеметсіз бе? Талдап беріңізші. Мен деген ол атау септік, кеше ол түбір, Жақсы. Дүкеннен деген дүкен түбір, нен деген шығыс септік, қызықты дегенде қызық түбір, т деген жат септік. Сосын кітап деген түбір, сатып деген түбір бола ма апай? Сат деген түбір болады. Сат. Үп деген Қыздар, былай жасайықшы. Әдебиеттен бізде Абай жолы еді ғой, иә? Абай жолы бітті ғой енді, өлеңдер өтуіміз керек қой. Былай жасайық. Қазақ тілінен деңгейлеріңіз, білмеймін, нашар деп айтуға да келмейді, бірақ көп нәрсені дұрыс түсінбегенсіздер. Былай жасайық, бізде қазір 11:30-да әдебиет еді, иә? 11:30-нан әдебиет басталатын еді. 12-де Алла қаласа бізде грант ұбытысының нәтижесі шығады. 12:30-нан бастап маған қазақ тілі бойынша зачет тапсырсаңыздар. 12:30-нан бастап. Жеке-жеке кіресіздер, әрқайсыңызға 15-20 минут уақыт бөлем. Кәдімгідей 15-20 минут қазақ тілі бойынша бастан аяқ маған зачет тапсырып шықсаңыздар. Кезек-кезек кіресіздер, әйтпесе мен білмеймін, қазір әдебиет өте берсем де болады, бірақ қазақ тілі деңгейлеріңізді бұндай деп ойламаппын. Элементарный т, мен т-ның айырмашылығын сіздерге былай да түсіндірдім. Енді әлі біз жедел өткен шақты өткен жоқпыз, жарайды деген күннің өзінде де шамамен сіздердің ажырататын уақыттарыңыз келді да, сұрақ қойып, мынау былай емес екен ғой, мынау былай екен ғой деген секілді. Бірақ ондай деңгей жоқ сіздерде. Зачет тапсыруға дайынсыздар ма?
Иә. Ендеше, қазір бізде сабақ 11-де аяқталады. 11-ге дейін тағы 1-2 сөйлем талдаймыз. Сосын 12:30-ға дейін 1,5 сағат қайталайсыздар, дайындаласыздар. Сосын Аружан апай жазады рет-ретімен кім қашан кіреді. Өздеріңізге сұрайды кім дайын деп. Сол бойынша 12:30-нан бастап әр қайсыңызға 15 минуттан шамамен 2-3-ке дейін зачет алып тастасақ. Бір қысып, бір андай дайындықтың жүйесін көрсетпесем, бір зачетті алып қыспасам, сіздер андай еркінсіп кеткен сияқтысыздар, сабақты дұрыс көрмейсіздер. Енді қазір мен мына жерде аттарыңызды атап ұрсам, аттарыңызды атап не оқып жүрсіз, қай жерін оқыдыңыз десем, бәрібір ашылып маған ештеңе айтпайсыздар, оны мен біліп тұрмын. Өйткені бұл жерде қаншама қыз отыр, қаншама қыздың көзінше сөз естуде, білмейсің деп айтуда сіздерге ұят нәрсе. Сондықтан солай жасайық, келісесіздер ма? Сосын ертең бізде сабақ жоқ, бірақ ертең Алла қаласа енді академия негізі тауға шыққалы жатыр, бірақ мен ауырып тұрмын, бармайтын шығармын. Ертең сіздермен әдебиет бойынша зачет болсын. Яғни бүгінгі 1,5 сағаттық әдебиетті бірінші сіздерден Абай жолы бойынша зачет алып аламыз. Сосын бүгінгі өту керек тақырыптарды өтеміз. Жақсы ма? Иә. Бұлай жасайыншы. Қазір зачетқа кірместен бұрын кімде қандай сұрақ бар? Ашылып айтсаңыздаршы, менде мынандай сұрақ бар, мына нәрсені түсінбедім деген нәрсені. Өйткені талдауға келгенде слабойсыздар. Талдауға келгенде. Мен айтқам, талдауға келген кезде ол ДДТ-нің де 1045 түрі бар, Мами-Бабенің де 1045 түрі бар. Мен естейсіздерден сұрақ қою арқылы ажыратасыздар дедім. Ол көкелерім, Мами-Бабе болымсыз етсіз, ол тек етсізге жалғанады. Дәл сол секілді жаңағы ДДТ ол табыс септігі болып жүктеледі. Одан кейін жедел өткен шақ болуы мүмкін, жүктік жалғау болуы мүмкін, оның түрі көп. Кімде қандай сұрақ бар? Жақсы, былай жасаңыздар, қараңыздар, мен бір сөйлемді алайын. Общий отырып Ау? общий отырып талдайықшы. Жеке талдағанда қиынға түседі. Жоқ, общий отырып талдағанда мынандай да, мен де талдата салғым келеді. Ол жерде қараңыз, Аяулым білмегенді Дариға біледі. Дариға білмегенді Жанерке біледі, Жанерке білмегенді деген секілді, сөйтіп бір-біріңізді жауып кетесіздер. Мен сол үшін неге? Мына жерде қазір біз 1 сағат отырып, бәріміз бірге отырсақ, ең кемі 30-40 сөйлем талдап тастайтын едік, иә? Бірақ одан пайда болмайды. Өйткені мен сіздердің деңгейлеріңізді көре алмаймын. Неге есімдеріңізді атаймын? Сіз талдаңызшы, неге деп айтам, өйткені мынаны қараңызшы, мен қазір Жанеркеден сұрасам, мысалы, Жанерке бірінші сөз емін-еркін талдайды, екіншісін біреуіңіз талдайсыз, үшіншісін, именно сіздің не білмейтініңізді мен ұқпай кетемін содан кейін. Кімге не түсіндіру керек, кім нені білмейді, бәріңіз бір жақсы білетін сияқты болып, сол темппен ойлаймын да, қазақ тілдер деңгейлері жақсы екен ғой деймін да, мен шығып кете берем. Бұндай нәрсе болмайды. Қазір. Қазір былай талдай ұрсаңыздар, бұл сурет Бағиланың санасында ұнамайтын сезім қалдырды. Енді қараңыздар, талдау қалай жасалады. Негізінен мына нәрсеге мән беріңіздер. Сөзсамдық талдау жасаған кезде мен сіздерден әлі дара күрделі сөзге өткен жоқпын, иә? Мен сіздерден жинаққа байланысты дүниелерді біртіндеп сұрап жатырмын. Қараңыздар, бастайсыздар. Бұл сурет элементарный талдаған кезде сіздерге бұл кезде морфология көмекке келеді. Яғни осы уақытқа дейін анау сөз таптары бойынша білетін білімдеріңіз. Өйткені әрқайсыңыз әртүрлі жерде не істейсіздер, түбір қалыптастыра саласыздар. Олай болмайды. Бұл сурет, бұл түбір, яғни анау, мынау, бұл деген сияқты бізде бұл сүттеп есімдегі түбір, сурет, не, зат есім, бұл да түбір. Бағиланың зат есім, түбірі Бағила. Зат есім не болып тұр? Мың деген ілік септігі. Яғни кімнің деген сұрақты қоямыз? Мың деген ілік септігі. Санасында, түбірі сана. Сана, яғни адамның санасы бар ғой, миы. Ал сіздер бұны амоним ретінде де алсаңыздар болады. Анау заттарды сана десеңіздер болады. Ол
мынау лексика саласы бойынша. Одан кейін санасы, оның санасы. Тәуелдік жалғаудың үшінші жағы. Ында деген бар енді. Ал енді ында деген не деп ойланбаңыз. Неде деп сұрақ қойыңыз. Кімде неде деген ненің сұрағы? Жаты септіктің сұрағы. Яғни ында деген ол жаты септіктің жалғауы болады. Яғни сіздер былайсыздар да, андай толық сөзге мән бермейсіздер. Ында дегенге барасыздар, тұрасыздар. Ында деген қай жерде бар еді? Іздейсіздер миларыңыздың түбіне. Оны деген неде бар еді, анда бар еді, мында бар еді деп отырғанша сұрақ қою арқылы таба салыңыздар. Ұнамайтын, ұна, яғни біреуге ұна деп тұр, етістік. Ұнама, болымсыз етістік. Яғни біреуге ұна деп еді, енді ұнама деді, істеме деген сияқты болымсыз етістік. Атын, етін, итін, есімше, есімшенің жұрнағы. Сезім, түбірі, сез. Нәрсені сезім деген секілді. Міне сезім деген, деген жұрнақ, бізде сез деген етістіктен сезім деген зат есімді қалыптастырушы. Қалдырды, түбірі қал. Сен осында қал. Ал егер қалдыр десеңіз, сен баланы қалдыр деп ол әрекетті өзге адам істейді. Сондықтан ол өзгелік етістің жұрнағы. Қалдырды, жедел, өткен шақтың жұрнағы. Ал егер бұл жерде қалдырады деген болса, қалдырады деген болатын болса, қараңыз, бұл жерде, мына жердегі ды соңғыды. Қараңыз. Соңғыды бізде жедел өткен шақ болмайды еді. Өйткені ол жүкті жанға өткен қалдырды емес, өтіп кеткен іс-әрекет емес, қалдырады деп тұр. Болашақта болатын іс-әрекет. Яғни бұл жерде қосымша а деген не бар? А деген көсемше бар. Сол себепті д мына жерде жедел өткен шақ. Ал қалдырады болғанда д жүктік жалғау болатын. Көрдіңіздер ме? Бір д-ның өзі қандай рөл атқарды? Мені осылай талдау керек. Қыздар ойлайтын жарсыздар, жарайды, мен андай етіс, есімше, көсемше дегендерді білмесеңіздер, мен жақсы қараймын да ол нәрсеге. Өйткені әлі меңгерген жоқ, жақсы ол жағынан түсінік жоқ қыздарда деген секілді ой болады да. Бірақ қараңыздар, өтіп кеттік, септікті өттік, септік жалғауларын өттік. Сіздер соған келгеннің өзінде, ана телефон аяға зависать етіп қалады ғой, сіздердің миларыңыз сөйтіп зависать етіп қалады. Ай деп ойланасыздар. Талдау деген нәрсе нақты мына ында деген, мына санасы деген сөзге мән бермей, ындаға ғана мән беру емес. Ында деген, санасында деген мына сөздің бір бөлшегі болып тұрма, талдау кезінде таппай жатса, осы сөзге мән беріңіз. Талдау осылай жасалу керек. Қыздар, білмеймін енді сіздерге қалай түсіндірем. Енді мүмкін бір-біріңізден ұялып қоятын сұрақтарыңызды дұрыс қоя алмай, сондай бір мәселелер болып жүрген шығар. Сондықтан жеке кірейік. Мен қазір Аружан апайларыңызға ескертем. 12-ге қарай енді, тура 12-де қойып қойсам, менің бәрібір ойым анау грант несінде болады да, конкурсында болады да. Кішкене мені де түсініңіздер, 12:30-ға дейін мен нақты былтырғы оқушыларының қайда грантқа түсті деген сияқты сүйінші сұрайтыны бар, айтетіні бар, солармен отырайын. 12:30-ға дейін сіздерде де дайындалуға уақыт болады. Яғни осы уақытқа дейін өткен нәрселер, практикалық тапсырмалар қайталап аласыздар. Сосын 12:30-нан бастап зачетқа кіресіздер. Мен емін-еркін отырып, әрқайсыңыздан жеке, яғни мынандай топ болып кірмейсіздер. Әрқайсыңыз жеке менімен жұмыс жасап кіресіздер да, сол жерде сұрақ қоямын. Дәл сол секілді Алла қаласа, бүгінгі әдебиеттің орнына ертең қоямыз да, ертең әдебиеттен зачет алып, артынан ана өлеңдерді талдаймыз. Өйткені мен бүгін қазір сіздерге мынау сөз жасамды түсінбей, бүгін мен әдебиеттен өлең талдауды көрсетейін деген, яғни қалай талданады, аллитерация деген не, ассонанс деген не деген секілді, біртіндеп өлеңнің құрылымын қалай талдайды деп көрсетейін деген. Бірақ мынау қазақ тілін бұлай меңгеріп отырсыздар, анау теориялық, ол да енді бір талдаудың бір түрі, оны меңгеріп кетулеріңіз әсте қазір оңай емес. Сондықтан бірінші мына қазақ тілін реттеп алайық, сосын ертең әдебиетті реттейміз. Жақсы ма? Иә, апай. Сосын қараңыздар, осы жерде 11 қыз отырсыздар. 11 емес, 10 қыз отырсыздар. Қазір тізім жазады, одан кейін апай, менде анандай жұмыс бар еді, мен бірде мына жаққа барғалы жатыр едім деген нәрсе айтпайсыз. Уақыттарыңыз егер бір жерге барасыз ба, 2-де 3-те, бірден 12:30-дағы неге кіріп кетіңіз. Одан тақалғанда отырып 3-ке жазылып қойып, мысалы енді 10 минут, 15 минут енді әрқайсыңыздікі әртүрлі болады. Біткеннен кейін бірден сол чатта оқытсаңыздар, кірсін деп аттарыңызды жазып отырамыз да. Бірақ тура тақалған кезде апай мен мына жаққа бара жатыр едім деген әңгіме айтпаңыздар. Бүгін маған
Қанша қыз барсыздар, курста барлығыңыз қазақ тілі бойынша зачет тапсырасыздар. Мен деңгейлеріңізді көріп, сол бойынша жеке тапсырма беруім керек. Өйткені біреуіңіздің деңгейіңіз жақсы, біреуіңіздің деңгейіңіз орташа, кейбіреуіңіздікін әлі көрген жоқпын, есімдеріңізді атаған жоқпын. Әйтеуір бір жаттап алған қыздарым болды, шахназдарды қайта-қайта айтқыза беріп, олардың деңгейін көріп алдым. Ақжайықтың деңгейін көргім келеді, мен Айғанымның деңгейін көргім келеді. Енді Аймиранікі шамамен былай көріп жүрмін. Зілназдың деңгейін көргім келеді, мысалы. Сондықтан жеке кіріңіздер. Жақсы ма? Иә. Кімде қандай мәселе, кім қай жаққа барады, қазірден айтыңыздар. Апай, Қаншада менде қандай жұмысы бар? Қазақстан тарихынан ауызша жұмысын не істеу керек еді, тапсыру керек. Қаншада? Ну, 2,5-ға қарай. Бірге кіріп кетіңіз. Бірінші тапсырып кетіңіз, пожалуйста. 12,5-да кіріп кетіңіз. Тағы кімнің қандай жұмысы бар? Мен Шындап апай келгенде, ертеңгі күнге сұранайын деп едім ғой. қайда барасыз? Бүгін ертеңгі күнге қайда барасыз? Бір жаққа бармаймын, бірақ ата-анам отбасылық жағдайға байланысты. Қазір сонда 12,5-да кіріңіз ба? Деген. Сол мен қазір сізге айтайын деп едім ғой, понедельник па кірсем. Жақсы, ол күннің де алыстығы жоқ қой, қыздар оқу. Жақсы. Бір оқушы болсын, понедельник жақсы. Апай. Ертеңгі әдебиетті біз қашанға қоямыз? Датасын не помню. Сағатын. Уақытын бар. Уақытын қараңыздар. Қараңыздар, қазір ертең өтіледі. Ертең сіздерден Абай жолы бойынша мен зачет аламын. Қанша сұрақтың деңгейінде болады білмеймін, бірақ 1 мен 4-ші томның аралығында сіздер қаншама уақыт оқыдыңыздар, сол білімдеріңізді тексерем. Ертең. Дайын шығарсыздар, ертеңге? Әлде? Иә, апай, дайын. Ертең үйде Құран оқытатын еді. Ертең бізде негізі академияда үлкен андай шара болады. Мұғалімдер демалысқа кетеді. Енді мен ауырып тұрмын, сол үшін бармайтын шығармын деп тұрмын. Енді әлі нақты ештеңе айтқан жоқпын. Ертең болмаса дүйсенбі бізде ешқандай сабақ жоқ. Сіздерге андай уақыт соза берген жақсы ғой. Сол уақыт созыла берсе, әйтеуір қайталап алармын деп ойлайсыздар, бірақ тақалғанда қайталайсыздар ғой бәрібір. Білмеймін, 12,5-да маған осы состав қазақ тіліне кіріңіздер. Жарайды, Айғаным отбасылық жағдай деді. Айған түріңізді бір көрейінші. Отбасылық жағдай деді, жарайды, Айғаным. Бірақ қалған қыздар түгел көресіздер. Апай, менде сұрақ бар. Сұраңыздар, Айғаным. Ал егер де андай кейбір нәрселерді сұрайсыз ғой, сол кезде шатастырып алсақ. Мені қойып тастайсыз ба? Шатастырып алсаңыздар, барынша көмек жасауға, естеріңізге түсіруге тырысам, ойланыңыз, бүйтіңіз деп. Ал егер мүлдем андай жоқ білмесеңіз, мен передачаға қалдыра берем. Ертең тапсырасыз, арғы күні тапсырасыз деп. Сөйтіп жүресіздер. Бірақ зато осы ненің арқасында, Аружан апай отыр ғой мына жерде, осындай ненің арқасында бізде қазақ тілін жақсы меңгеріп шықтық қыздар, зачеттің арқасында. Кәдімгідей оқып, таласып. Сосын мынандай нәрсе, қараңыздар. Мен қазір зачетқа кірген кезде сұрақ қоямын, ол сұрақты бір-біріңізге тасымайсыздар. Бірден соны айта кетейінші. Бір-біріңізге тасымайсыздар. Общий отырған кезде ескертейін. Кіресіз, шығасыз, тапсырасыз, бітті. Егер ары қарай сол сұрақтар тарап, тасылатын, бір-біріңізге айтатын жағдай болса, маған ренжімейсіздер, иә? Ондай бір ойбай дейтін, ұбт-дан қиын емес енді менікі. Басты кіріп шығыңыздар. Ендеше қыздар, 12,5-да күтем. 12,5-да күшті көңіл күймен барлық қызым грантқа түсіп кетесіздер, может, слегка өтіп кетесіздер. Көреміз енді бұйыртса. Қазір 12-де гранттың нәтижесі шықсын. Енді бәрі грантқа түсетін шығар, көбі жақсы балл алған, жақсы университеттер таңдаған, енді солардың ыңғайына қарай өзімнің бір жақсы көретін, соңына дейін оқыған бір 10-15 шақты қызым бар. Сол 15 шақты қызым грантқа түсіп кетсе, жақсы болатын еді. Біз соларға уайымдап, кешелі бері не дұрыс ұйықтамай сөйтіп жатырмыз. Жақсы, сол ендеше 12,5-да кездесеміз. Сосын Абай жолының жайын ертең ба, арғы күні ма, оны сол зачеттан кейін айтайын, иә? Мен қазір академиядағылармен сөйлесіп алайын. Апай, жақсы ма? Дүйсенбі күні ма қойсақшы, өйткені сол Абай жолында шығармаларда не ғой, кейіпкерлер көп болғаннан кейін тағы да бір рет қайталау керек.
Шатастырып ала береміз. Тапсайықшы. Жақсы. Жарайды. Жақсы. Қазақ тіл деңгейлеріңізге қарай, қазақ тілінен күшті өтіп кетсеңіздер, әдебиетті понедельникке қойып беремін. Давайте. Жақсы қыздар, аман болыңыздар. 12:30-да кездескенше. Аружан апай жазады, сол кезде кім дайын, өздеріңіз список құрасыздар, былайша айтқанда. Мен айтпаймын, мен мынау кірсін демей, өздеріңіз рейт-рейтмен шамамен 15 минут деп аламыз. Мүмкін одан да ерте бітіп қалуы мүмкін, иә. Сіз мысалы 12:40 деп жазылсаңыз, 12:35-терде уж телефон қарай салыңыз, иә, телеграмды бір қарай салыңыз. Сонда апайларыңыз жазылады. Кіріңіз, кірмеңіз деп. Bir ссылка өсіп жіберіледі Zoom-ның, соған кіресіздер. Жақсы ма? Иә, жарайды. Жақсы. Ендеше 12:30-да қазақ тілінен зачетта кездескенше. Аман болыңыздар, жақсылап дайындалып кіріңіздер. 1 сағат 20 минут уақыттарыңыз бар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.